Қымбатты телекөрермен, біз бағдарламамыз әрі қарай жалғастырсақ, енді өздеріңізге уәде еткендей, студиямыздың төріне қадірлі қонақтарымыз келіп жайғасты. Ендеше қызықты сұхбат басталады. Дәл қазір ендеше таныстыра кетейік. Қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі, қисса үйірмесінің жетекшісі Ғалия Дүйсенова Нұржан қызы. Сонымен қатар шәкірттері Бектас Сая, Оңғарбаев Айсұлтан, Нұрғазы Тәмери студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік дейміз. Бүлдіршіндердің көңілге қалай екен? Керемет. Ерте тұрып алмадыңдар ма? Микрофонға сөйлейге. Ерте тұрып алдық. Әдетте қаншада тұратын едіңдер? Әдетте 8-де тұратын едік. Сабаққа барасыңдар, иә? Жақсы, керемет. Ал жүлделеріңіз құтты болсын. Керемет. Гран-при. Халықаралық абай оқуларының жеңімпазы дәл қазір біздің студиямыздың төрінде. Енді бұл сайыс туралы сұрап кетейік. Әуелі ұстаздан, яғни Ғалия ханымнан сұрайық. Бұл гран-при халықаралық абай оқуларының жеңімпаздары. Енді бұл бүлдіршіндерді дайындауға қанша уақыт кетті және қандай қай қалалардан келді, республика көлемде өткеннен кейін түрлі қалалардан келіп жатады ғой. Қай қала қиындыққа тудырды деген сияқты. Иә, рахмет. Біз бұл балаларды шыны керек бір жылдан бері дайындаймыз. Біз мектебімізде 72-ші жалпы орта білім беретін мектебінде қисса үйірмесін ашқанбыз. Өйткені қазір білесіздер, ата-анасын тыңдамайтын, үлкенге құрмет көрсетпейтін, осындай десе жаңағыдай сөз қайтаратын, осындай қиын балдар дүниеге келді ғой. Сондықтан да осы балаларды тәрбиелейік, рухани құндылықтарды, баланың жүрегіне рухани ілімдерді дәнді берейік деген мақсатта қисса үйірмесін ашқанбыз. Яғни біз осындай, егер айтады, баланың бойына даналықты құймайтын болсақ, оның орнын міндетті түрде надандық басар екен. Міндетті түрде. Сондықтан біз осы балаларды абай, даналарымыз, абай, шәкәрім, мәшһүрлерден жүректеріне сусындатып, көкіректеріне сөйтіп осындай иләһи ілімдерді бойына құйып жатырмыз. Яғни бір жылдан бері дайындаламыз, міне, шын мәнде қатты осы жарыс болады дегеннен бастап, бір ай көлемінде қатты кірістік. Әрбір киімге мән беріп, киім тіктіртіп, мына қазақша ою, мына құмырсқа мен шегіртке киім көріп тұрсыздар. Бірақ осының өзіне қазақша оюды қойып жатырмыз. Өйткені біздің елімізге ұлттық идеология керек. Әрбір дүниеге, мысалы, Катюша әнін айтып кетіп жатырмыз ба? Мысалы, Катюшаның әнін, орыстың әнін айтқан кезде сол жерде қазақтың домбырасын қосып жіберуге болады. Міне ұлттық идеология. Біз сонда ғана көркейеміз, біз сонда ғана өсеміз деп ойлаймын. Бала қашан елім, жерім, отаным дейтін бала қашан дүниеге келеді? Ол баланың бойы құндылықтарға, өзінің ата-бабасынан келе жатқан жаңа даналыққа, рухани ілімге толған кезде ғана ел, жер дейтін балалар дүниеге келеді. Әрине қиындықтар туды деп ойламаймын, өйткені бұлардың бойы құндылықтарға толы. Дәнге толы деп айтсам болады. Енді Сая қарындасымызды әңгімеге тартып көрейікші. Сая, енді абай оқулары бұл сендей жастағы бүлдіршіндер жаттау әрине қиындыққа туып жатады. Енді сен абай оқуларына қалай келдің, қалай жаттадың, қалай тез жаттап алдың? Қиындық тудырмадың. Әдіс тәсілін бізге айтшы. Қиындық тудырмады. Оны мен негізі бұрында жаттап қойғам. Оны 2-ші сыныпта әдебиет сабағынан өткенбіз. Сол кезде апайымыз жаттап кел деген. Содан жаттап алып, 3-ші сыныпта тағы келген, соны жаттап алғам. Иә, біз кешегінде көркем мәнерлік жағына мән бердік, актерлік жағына мән бердік кеше дайындаған кезде. Енді бір үзінді сұрасақ қалай? Абай оқуларынан үзінді айтып берші. Сол байқауға қатысқан кезде қандай бір өлең айттың? Шегіртке мен құмырсқа. Өлеңді оқып берсең бізге. Өзіңнің актрисалық шеберлігіңді қосып тұрып оқысын. Саяна жерге тұрып, образға еніп оқыған. Образға. Студияға камераға қарап. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көк алды қуып гүл айтап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күнгі жапырақтың, бірінде тамақ, бірінде үй, жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті ки. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Онымен тұрмады, қар көрінді, қыс болды, сауықшыл сорлы бүкшеді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады.
сабанда жатып дән жиған құмырсқаны іздеп табады. Секіріп келіп жығылды, аяғына бас ұра. Қарағым, жылы тамақ бер, жаз шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеппін. Жаның үшін не шаруа, ала жаздай қылмаппын. Мен өзіңдей шаруашыл, жұмса үйлеме. Көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Қайтсын, қолы тимепті. Өлеңші, әнші есілер. Ала жаздай ән салсаң, селкіледі билей бір. Ой, бәрекелді. Ой, Керемет Сая. Тұнып тұрған актриса ғой. Иә. Жаңа эфиріміз басталмас бұрын естіп қалдым. Мен актриса болғым келеді, биші болғым келмейді деген бір әңгімелерді. Актриса болғың келе ма? Негізі әлі шеше алмай жатырмын. Әлі шеше алмай жатсың ба? Не боларыңды? Кімге еліктейсің? Сендей жаста бір адамға еліктейді, біз де еліктегенбіз. Енді сен кімге пір тұтасың, кімді кәдімгі өзіңді кумирің санайсың? Осыған ұқсағым келеді деген. Осыған ұқсағым келеді. Бір тұлға болады ғой? Иә. Мен негізі бірінші дәрігерді таңдағам. Дәрігер болуды. Кейін мұғалім болады. Жақсы, керемет. Енді Айсұлтанды да сөзге тартсақ, Айсұлтан, абай оқуларына қатыстың, иә? Қандай өлеңді орындадың? Саған ол өлеңді кім таңдап берді? Бұл өлеңді Ғали апайым таңдап берді. Бұл өлеңнің тақырыбы Алланың өзі рас, сөзі рас. Керемет өлең екен. Онда сізден де қодақ кәде сұрасақ. Иә, Айсұлтан айта ғой. Алланың сөзі де рас, өзі де рас, сөзі де рас. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті. Алланы танытуға сөз айырмас. Күллі мақлық өзгерер, ал өзгермес. Әхлі кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бұл сөзбенен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сенде сүйіл Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақшыл осы деп әділетті. Бас жоғары жаралғаны мойын төмен, қарашы дене біткен ретіменен. Істің басы ретін танымақтық, иман білмес тағатты қабыл демен. Керемет, деген ерік-жігер. Даусы да бір ерекше. Жарқын шығады екен, иә? Керемет. Енді қараш, сен қазір өлең айтып жатсың ғой, сол кезде байқадық, бетіп арқаланып тұр ғой. Арқаланып, кәдімгідей айтып. Ондай әдіс тәсілді кім үйретті саған? Айта ғой, Айсұлтан. Ғали апайым үйретті. Микрофонға айта. Микрофонға қарап, иә? Басында Ғали апай мен енді дайындыққа келгенде солай айтты, содан үйреніп алдым. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы. Айтып жатырмын ғой, мен күнде әдебиет сабағында да айтамын. Адам, қисса бар ғой бізде. Біз қазір баяғы ата-бабалардың дәстүрлі ілім жолынан қалдық, бірақ соны қазір қолға алып жатырмыз да. Адам қайдан пайда болды? Жаңағы ең адамның жаратылу қиссасынан бастап, ондай дүниені бойына сіңірген балада рух пайда болады. Бізге рух жетпейді ғой. Мені көрдіңіз бе? Сондықтан рухы оянған адам барлық нәрсені қамалды да алады, тауды да, биік шыңды да бағындырады деп ойлаймын. Содан шығар бәлкім, иә? Дұрыс айтасыз. Енді кезекте өзіміздің Томиристі сөзге тартсақ, қандай әдемі? Томирис, енді қаншадасың қазір? 7-дем. Небәрі 7 жастасың. 7 жаста осындай гран-при алу сен үшін қалай болды? Қара, сен сахнаға шықтың, сахнаға шыққан кезде қаншама көрермен сені қарап отыр. Сондай кезде бір қорқыныш болады ғой, дұрыс па? Кім саған қолдау береді сол кезде? Атанаң ба, бауырларың ба, достарың ба, жоқ әлде Ғалия апайың ба? Бұл менің қызым болады, өзімнің. Өзімнің қызым үйде. Дайындап отырамын, өлеңін.
Кәнекей, қандай бір өлең бар? әдемі өлең сұрасақ. Осы гран-при алған өлеңін оқып берсін, бойы былғаңды, иә? Кәне мына жерге тұрып әдемі. Оның әні де бар емес пе? Оның әні Бойы де. былған, сөзі жылман, кімді көрсем мен сынап, беті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Өз ойында, тол бойында, бір міні жоқ пендесіп, түзде мырзан, үйде сырдан, сөзі қылжай мер кесіп. Ел қағында мал сабылды, ұрлық, өтірік, гу-де-гу, байы баспақ, бие саспақ, әулек аспақ сыпырағу. Ай, Керемет, қыз қылығымен сұлу дейді ғой. Өте тәт. Жарайсың, өркендерің өсе берсін. Енді Ғалия ханым осындай шәкірттерді тәрбиелеу барысында енді жастарға осындай рухтық сезімді сыйлау үшін енді қазір әлеуметтік желі деп жатамыз, балалар көбіне байланған сол нәрсеге. Ол нәрседен қалай арылтуға болады? Ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Дұрыс айтасыз, иә. Не айтамыз, 3 жастан баланың тілі шыққаннан бастап бізде жаңылтпаш, міне айтайын ба, міне кімді алайықшы, міне Мұхтар Әуезовті, қазақтың ілімін салған, ғылымын салған Қаныш Сәтбаевты алайығы, барлығы осы қазақ халық ауыз әдебиетінен сусындаған. Бала тілі шыққаннан бастап жаңылтпаш, тақпақтар, санамақтар, міне осыларды жаттатқызып үйрете беруіміз керек екен. Ол соны жаттаған, соған сусындаған бала, ол телефон оған қызық болмайды екен. Сол айтарым сол, балаларды ата-ана көп көңіл бөле беру керек қой. Айтады ғой, құс ұяда көргенін іледі дейді. Ұшқанда, ұядан нені алсаңыз, ұшқанда соны ілесін дейді ғой. Сондықтан да ата-аналарға да осы сәтті пайдаланып көп нәрсе айтқым келеді. Балаға мән беріңіздерші дегім келеді. Қараңыздаршы, баламен отырып бір сәт, 10 минут отырып баршаңыз, ыдыс жуып жатырсың ба, сол сәтте қоя салып, бір 10 минут, 20 минут балаға көңіл беріп күнде бір Абайдың бір өлеңін талдап жіберсе сол жерде, бір өлеңін оқып жіберсе, балаға сәл көңіл бөлетін болса, болды, телефон өзі-ақ қалады екен ғой. Ата-анаға байланысты деп ойлаймын, бәрібір де. Ғалия ханым, енді шыны керек Абайдың өлеңдері, яки Абайдың 45 қара сөзі, ол осы жас бүлдіршіндерге, яғни қазіргі жастарға тәлім, тәрбие, ол өсиет. Енді айтыңызшы, Абай шығармаларын терең түсініп, жүрекпен оқу үшін ең алдымен адамда қандай қасиеттер болу керек, сүйсініп оқу үшін? Қандай қасиеттер дейсіз бе? Абайды оқу үшін ешқандай қасиетте керекті жоқ деп ойлаймын мен. Абайды оқу үшін бізге жай ғана адам болу керек болды. Біз Абайға келуіміз керек, біз қаласақ та қаламасақ та Абайға келуіміз керек. Абай бізге ол жарық жол. Әрбір ата-ана саналы түрде, бейсаналы түрде келе берсе өзі кейін түсінеді. Жаймен түсінеді. Сондықтан да қаласақ та қаламасақ та әрбір қазақтың үйінде Абай тұру керек. Абайды оқуымыз керек деп білемін мен. Дұрыс айтасыз. Енді Абай деп кеттік, мына статуэткаларды көріп отырмыз, көзің жауын алып тұр жылтырап. Енді осы байқау туралы айтып кетсеңіз, қанша адам қатысты, қалай болды барлығын? Мынау қателеспесем сертификаттарыңыз, иә, дипломдары және жолдама, Алматы қаласына жолдама. Алматы қаласына жолдама алдыңыз. Иә. Оған қашан барасыздар? Өзіміз хабарлаймыз деді. Мінекей мынандай бір жолдама Алматы қаласына, сіз өнер астанасы атанған Алматы қаласына өтетін халықаралық Абай оқуларының келесі кезеңіне жолдама жеңіп алдыңыз. Керемет, құтты болсын дейді. Марапаттарыңыз құтты болсын тағы да. Рахмет. Бұл халықаралық Абай оқулары әр қалада ұйымдастырылады негізі. Кеше күні ғана өтті. Кіші топ, орта топ, үлкен топ болып 3 топқа бөлінді, жас ерекшелігіне байланысты. Томирис 90 бала қатысты, кіші топта, соның ішінен 3 балаға берілді ау деймін. Соны Томирис соған іліндік, гран-приге іліндік. Содан кейін 130-дан аса бала қатысты орта топқа. Соған 4 балаға берілді. Мінекей дәл қазір теледидардан беріп жатыр. Сая қызымыз, қарындасымыз марапат алып жатыр. Сол 4 орын берілсе, баш жүлде. Сон екеуін біз алып кеттік қой. Не керек? Керемет. Жастар. Ғалия ханым, енді жаңа Абайға оралайықшы. Сіз үшін Абайды оқу міндет пе әлде жан қалауы ма? Міндет. Міндет па? Міндет деп ойлаймын. Тағы да айтам ғой, міне, біз қазір қазақ бір адасып қайттан өзіміз тапқандаймыз. Ол қазақ деген ол Абай, қазақ деген ол рух. Түсініп жатырсыз ба? Өйткені міне Абайдан кейінгі барша алаш зиялылары
Одан кейін міне мәдени майдандағы Өзбекәлі Жәнібеков, кешегі қазақтың мына СССР уақытында қазақтың қаншама жерін сақтап қалған Жұмабек Тәшеновті алайықшы. Қараңыздаршы, Абайдың жалғасы олар. Абайды сусындағаннан кейін барып олар сондай мәдени, рухани жер майдандарына түсіп жатыр. Абайды түсінбей, Абайды оқымай біз ел үшін қызмет ете алмаймыз. Сондықтан да міндет, міне Әуез атасы Мұхтарды тәрбиелеген кезде 5 жасында тілі шыққаннан кейін Абайды өлең жатаққыза берген. Бала түсінбейді, жылайды дейді. Бірақ жасы өте келе, оны Абайды кейін барып түсінген де, көрдіңіз бе? Сондықтан кішкентай кезден оның мағынасын түсінбесін міндет Абайды оқыта беруіміз керек. Керемет, енді Абай бұрыннан келе жатқан Абай оқулары енді байқау ғой. Мысалы мен бала кезімнен, мектеп кезімнен Абай оқуларының ән бағыты бойынша қатысатынмын көбіне. Мысалы балаларды көріп баяғы жастық шағым есіме түсіп жатыр. Үстінде жарғайы бар, Рахмет, қарасы бар. Керемет, балаларымызға тек жақсы жол тілейміз, армандары асқақ болсын, тек биікті бағындыра берсін, сіздермен мақтана берейік. Енді бізге де берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалыпты. Енді көрермендерімізге бір керемет таңғы тілегіңізді арнасаңыз. Иә. Баршаңызды тағы да республика күнімен келе жатқан құттықтаймын шын жүректен. Әрбір отбасына ең алдымен амандық тілеймін, дендері сау болсын. Одан кейін осы балаларды рухани тәрбиелейтін, ұлттық құндылықтарға тәрбиелейтін ата-аналарымыз көп болсын деймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әлемде тек қана бейбітшілік орнасын дейміз. Мына Алланың ақ жолында, ізгі жолында жүретін, шәкірттерді тәрбиелейтін, шын ықыласты, нағыз асыл ұстаздар мектебімізде көбейе берсін дегім келеді. Көп рахмет, Ғалия ханым, сізге де алтындай уақытыңызды бөліп, шәкірттеріңізбен келіп, осындай біз білмейтін әрине қызықты ақпаратпен бөліссіңіз. Мынау шәкірттеріңіз өсе берсін, тіпті Қазақстан емес, әлемдік деңгейдегі Абай оқуларынан жеңімпаз атана берсін деп тілек білдіреміз. Әмин. Дұрыс па, егер вақыттарыңыз болса, бата білесің балаларымыз. Айсұлтан, бата бересің ба? Кәнекей, бата бер. Бата жаттайды ғой үйірмеде, қиссамызда. Бата жаттаймыз. Қисса. Ал баста. Мен өзім неқтірім, қолдарыңды жайын да. Құдайым қолдасын, еш жамандық болмасын. Қыдыр болып. Тәңір сен айта ғой, Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, қыдыр болып жолдасын, жеті кәміл қолдасын, әрі уақыттар демесін, баптар келіп шебесін, жақсымызды асырсын, қатемізді жасырсын, жарастығымыз жарасқан, жадырасқан сән болсын. Әумин. Өркенің өссін. Енді дәл қазір біз сіздердің байқауға қатысқан бүлдіршіндердің айтқан өлеңдерінен үзінді берсек деп отырмыз. Бізді экранға зер салайық. Қымбатты телкөрермен, ендеше назарларыңыз экранда болсын, арнадан алыстамаңыздар. Ғалия ханым, енді мынау дәл қазір көріністі көріп отырмыз ғой. Осыған тоқталып кетіңізші. Бұл көріністі Абайдың дерті, бүкіл қазақтың дерті болды ғой. Мынау Кенесары хан тақтан құлағаннан кейін қазақ мүлде өзгерді. Мінезі барлық дүниесі өзгерді. Абай қатты қиналады, халықтың қайғысын көтере алмай қиналады ғой. Сол кезде ақ пен қараның арпалысы ретінде мен алдым бұны.
қанша бір айдай уақытымыз кетті деп айтамын. Әрбір матаны не істесем болады. Түнімен ұйықтамай автобуста кетіп бара жатып ойланамын ғой. Не істесем болады деп айтып жатырмын. Қарасаңызшы, әрбір неге ою салып. Сонда ақ пен қараның арпалысы Абай қатты, Абайдың қиналысын бергім келді. Білмеймін, мен бере алдым ба, алмадым ба. Абайдың алдында біз кімбіз дейміз ғой. Бірақ соңында бәрібір де ақ жеңеді. Бәрібір де қара ол жеңіледі деген осындай іспеттес, осындай мағынада шындық жеңеді, хақ жеңеді. Бүгінгі таңда да хақ жеңеді деген сияқты. Негізі Абайдың сөзі, Абайдың рухы, Абайдың ішкі дүниесі, Абай кеше айтқан сияқты, 2023 жыл сөйлеген сияқты да мағанша. Бүгін сөйлеген сияқты. Абайдың осы ішкі жүрегін жеткізгім келді, барынша. Енді осы жерде 9-шы жыл сыныбына өзім сабақ беремін әдебиеттен. Осы қыздарға үлкен алғысымды, көп рахмет деп айтқым келеді. Шын жүректерімен көріп тұрсыз ғой, ешқандай актерлік шеберлікті оқымаған, бірақ рөлге ене отырып. Айтып жатырмын ғой, кез келген нәрсе шығару үшін оны адам түсінсе болды. Шын жүрегімен түсінсе ол бәрін істей алады деп ойлаймын. Осындай қыздарға рахмет, ата-аналарына рахмет деп айтқым келеді. Рахмет. Енді осындай жастарымыз көбейе берсін, Абайды тани берейік. Осындай ұрпақтарымыз көбейе берсін. Қымбатты көрермен, біз ары қарай студиямызды осындай керемет әнмен жалғастырғымыз келеді. Бағдарламамызды арнамыздан алыстамаңыздар.